Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін 9 сыныпқа арналған 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды талдайтын боламыз. Тақырыбы тригонометрия бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Менің каналымнан сіздер тек қана алгебра, геометрия пәндеріне ғана арналған БЖБ-ларды емес, барлық пәндерге талдау ала аласыздар БЖБ бойынша. Менің каналыма кіріп қарасаңыздар болады. Келесі кезекте енді тапсырмаларға тоқталайық. Бірінші тапсырма. Минус 120 градуспен 150 градуспен берілген бұрыштарды радиан арқылы өрнектеңіз және оны бірлік шеңбер бойынша белгілеп көрсетіңіз. Екінші, пи бөлінген 8 және 3 радианымен берілген бұрыштарды градус арқылы өрнектеңіз және оны бірлік шеңбер бойына белгілеп көрсетіңіз дейді. Енді тапсырмамызға оралайық. Қалай шығарамыз тапсырмамызды? Бірінші тапсырма. А. Минус 120 градус берілген. Яғни нақтылау үшін 120 градусты көбейтеміз пи бөлінген 180 градусқа. Бұл жерде бізде қысқарып кетеді. 120 мен 180-ді қысқартасыздар. Яғни үстінен сызасыздар. 120 мен 180 градустың үстінен сызасыздар. Сонда бізде минус 2 пи бөлінген 3 қалады. Келесі 150 градусты қалай табамыз? 150 градусты табу үшін 180 мен 150-ді қысқартамыз. Жиі қысқартамыз, 30-ға қысқартамыз. Сонда бізде 5 пи бөлінген 6 қалады. Екінші, пи бөлінген 8-ді де табу үшін дәл солай 180 градус бөлінген пиға көбейтеміз. Бұл жерде пи мен пи қысқарып кетеді. 180-ді 8-ге бөлетін болсақ, 22,5 градус шығады. Одан кейін 3-ті көбейтеміз. 180 градус бөлінген пиға тең болады 540 бөлінген пидің мәні бізде 3,114-ке тең. Сонда бізде 171,9 градус шығады. Бұл бізде шамамен 172 градус деп аласыздар. Мана 172 деп аласыздар. 172. Ары қарата. Енді біз шеңберде тапқан мәндерімізді белгілеп көрсетейік. Бұл жерде бізде, өздеріңіз білесіздер, 4 бөлікке бөлініп тұр. 0-ден 90 градусқа дейінгі аралық мына жер. Мына жер бізде 90-нан 180 градусқа дейінгі аралық. Одан кейін 180-нен 270-ке дейін, 270 градустан мына жер 360 градусқа дейін. Яғни барлығы бізде 360 градусты құрайды. Енді біздің тапқан мәндеріміз 22,5 градус. Бұл бізде 0 мен 90 градустың арасында, яғни 30 градусымыз нашамада десек, 22,5-іміз осы шамада болады. Одан кейінгі жерде келесі 90 мен 180 градустың арасы 5 пи бөлінген 6, одан кейін бізде 172 градус мына шамада болады, яғни 180-ге жақын, 172, мынау бізде 180, яғни 180-нің қасында 172 градус тұрады. Осылай белгілейсіздер суретін салған кезде. Екінші тапсырмада бізде косинус 60 градус азайтылған альфа, азайтылған косинус 60 градус көбейтілген косинус альфа бөлінген синус 60 градус қосылған альфа азайтылған 2-ден 1 синус альфа берілген. Біз оны қалай есептейміз? Бұл жерде бізде сіздер өттіңіздер косинус альфа азайтылған ветті. Мына формулаға қоясыздар. Бұл бізде тең болады косинус альфа көбейтілген косинус ветті қосылған синус альфа көбейтілген синус ветті. Яғни бізде мына жердегі косинус 60 градус азайтылған альфа дегенді мына формулаға қоямыз. Сонда бірінші косинус альфаның орнында 60 градус, веттінің орнында альфа тұр деп есептесек, онда бізде косинус 60 градус көбейтілген косинус альфа қосылған, мына жерде қосу міне формула бойынша
синус болады дегенде синус 60 градус көбейтілген синус альфа болады. Одан кейін есептің берілгені бойынша минус косинус 60 градус көбейтілген косинус альфа. Енді осы жерден бізде екеуінің таңбалары қарама-қарсы болғандықтан жойылып кетеді. Мынау бізде жойылып кетеді. Сонда бізде не қалады? Енді мәндерін жазайық қалғандарының. Алымында бізде синус 60 градустың мәні түбірасына 3 бөлінген 2 көбейтілген синус альфа осылай қалады. Одан кейін синус 60 градус көбейтілген косинус альфа. Синус 60 градустың мәні жаңа айттық. Түбірасына 3 бөлінген 2. Одан кейін қосылған 2-ден 1 синус альфа. Косинус 60 градустың мәні 2-ден 1-ге тең. 2-ден 1 синус альфа. Енді осы жерден қараңыздар, 2-ден 1 синус альфа, 2-ден 1 синус альфа таңбалары қарама-қарсы. Осы екеуі жойылып кетеді. Одан кейін мына екеуі қысқарып кетеді. Көбейту болса қысқарады, яғни мына жерде. Сонда бізде синус альфа бөлінген косинус альфа. Мына бізде альфа артық. Тең болады, тангенс альфа шығады. Келесі үшінші тапсырмада синус 2 альфа тең болады 2 синус 2 альфа 2 косинус альфа болады бізде. Мына жерде формулада қате кетіп қойған. Синус 2 альфаның мәні 2 синус альфа косинус альфа болады. Мынау альфа деген 2 салынып кетіпті, орнына кешірерсіздер. Мына жерде альфа болады. Одан кейін косинус 2 альфаның формуласы косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа. Синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы бізде тең болады 1-ге. Косинус альфамыз бізде берілгені бойынша 25-тен 7. Енді осы жерден синус альфаны тауып алатын болсақ, бізде мына формуланы айналдырамыз. Сонда 1 минус косинус квадрат альфа түбірасындағы. Одан кейін орнына қоятын болсақ, бізде азайтамыз. 1-ді біз 625-тен 625 деп аламыз. Сонда 625-тен 576. Түбірлері бізде 25-тен 24 шығады. Бізде есептің мәні 25-тен 24. Бұл бізде синус альфаның мәні. Енді синус 2 альфа деген формулаға қоямыз. 2 көбейтілген косинус альфа көбейтілген синус альфа. Косинус пен синустың мәні белгілі. Орнына қоятын болсақ, минус 625-тен 336 шығады. Екінші, косинус 2 альфа деген формулаға қоямыз. Ол жерде косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа формуласына қоямыз. Косинусымыз 25-тен 7-нің квадраты азайтылған минус 25-тен 24-тің квадраты. Тең болады бізде 49 бөлінген 625. Одан азайтамыз 576 бөлінген 625. Сонда бізде косинус 2 альфаның мәні минус 527 бөлінген 625 шығады. Сонда синус 2 альфа мен косинус 2 альфаның мәні осылындай болады. Төртінші тапсырмада бізге альфамыз 90 градусқа тең емес. Осыны біз тығыз теңдікті дәлелдеуіміз керек. Тангенс 90 градус қосылған альфа көбейтілген косинус 270 градус қосылған альфа көбейтілген косинус минус альфа бөлінген котангенс 180 градус азайтылған альфа көбейтілген синус 270 градус қосылған альфа тең болады минус синус альфаға. Осыны дәлелдеуіміз керек. Бұл бізде тең болады. Тангенс 90 градус қосылған альфа бізде минус котангенс альфаны беріледі. Ал косинус 270 градус қосылған альфамыз синус альфаны береді, көбейтілген косинус альфа болады. Одан кейін котангенс 180 градус минус альфамыз минус котангенс альфаны береді, синус 270 градус қосылған альфамыз минус косинус альфаны береді. Осы жерден көрсеңіздер болады, мына котангенс пен котангенс қысқарып кетеді, косинус альфа мен косинус альфа қалады, минустан. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма қолдау білдіріп, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Рахмет сіздерге.